Менің аты жөнім Қадырхан Әсем Аханқызы. Мен өмір 61-ші жалпы білім беретін орта мектебінің 2-ші сынып оқушысымын. Абай Құнанбаев, ағартушы ақын. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсен нәпратлі, суытып көңіл қисаңыз, жақсылық көрсен ғибратлы, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаңды ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен берсеңіз, ақыл сенбеңіз, бір іске кіріссеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса да мейлі сол айтты, ақыл менден жесеңіз, надандарға бой бермек, шын сөзбенен өлсеңіз, аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсеңіз, көп орында көрне айтпа, біздің сөзге келсеңіз, мұны жазған кісінің атын білме сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешенде өткен не бұлбұл, көсенде өткен не дүлдүл, сөз мәнісін білсеңіз, ақыл десең өлшеу қыл. Егер қайсып көрінсе, мейлің таста мейлің күл, егер түзік көрінсе, ойлап құлағына іл. Ақымақ көп ақылдас, демек көптің сөзі бұл, жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөзге ермес, сізге айтам қаупім бұл. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу білместен білсең, білгеннің бәрі тұл. Сөзіне қарап кісіні ал, кісіге қарап сөз алма, шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген құл, ғұлама-хи дауани, солай депті ол шыншыл. Сөзін оқы және ойла, тез үйреніп тез жойма, жас уақытта көңіл гүл. Рахмет.